Так, осындай меню істеп қойдым. Меню дегенді басасыз. Сосын осындай меню шығады. Localhost'ты публично интернетке бөлісу да. Бұл жерде не бар? 4 сервис бар. Так, мысалы осындай localhost бар да. Осындай веб-сервер. Любой Python-мен істелген болсын, Node.js-пен істелген сервер болсын, PHP-мен істелген сервер болсын, Apache болсын, Nginx болсын, HFS болсын, любой. Осындай localhost'ты басқаларға бөлісу, өзің компьютеріңізде тұрған сайтты соны интернетке жаю деген сияқты. Ол үшін осындай зат істеп қойдым, меню. Так, бірді басамыз, біріншісін көрсетейін. Бірді басасыз, сосын портты көрсетесіз. Мысалы, менікі 51-ші порт. 51-ші порт деп жазам. Егер 80-ші порт болса, онда просто интерді басасыз, пустой қалдырасыз. Менікі данный момент 51-ші порт, интер басам. И жаңағы сервис қосылады. Мынаны QR код арқылы кірсеңіз болады. Мысалы, телефон камерасын қосып жібересіз и QR код сканерді. Или болмаса үстіне жоғары көтергеннен кейін осындай ссылка шығады. Міне. Осыны копировать етіп аласыз. И браузерге біреуге WhatsApp-қа, любой біреу адамға жібересіз, или браузерге тересіз өстіп. Жаңа localhost'ты бүкіл әлемге жаю, бүкіл әлемге көрсету деген сияқты. WhatsApp-қа, Telegram-ға жібересіз. Екіншісін көрейік. Жауып тастадым. Екіншісі Cloud Tunnel деген. Cloudflare Tunnel. Екіні басам, портты көрсетем, Enter басам. Кішкене күтеміз, чуть-чуть. И осы ссылка шықты міне. Оның ссылкасы басқаша. Міне осы ссылка шықты. Көрейік. Міне жасады. Екіншісінде жауып сосын қайтып қосып едім, жасап кетті. Так, екіншісі жасап тұр. Так, келесі, үшіншісі Serveo.net деген. Ол кішкене анандай мынаған қарағанда басқаша. Так, 3-ті басамыз. Так, 51 деп порт жазам, Enter басам. Оның бір минусы қазір айтам. Так, міне ссылка шықты, осыны көрейік. Мынандай зат жатты, бір минусы. Continue to site дегенді басу керек обязательно. Сол кезде сайт жатты. Міне сайт шықты, жаңа localhost шықты. Минусы сол, басу керек тағы бір кнопка. Так, төртіншісі PNG. Так, 4-ті басам. 51 деп портты көрсетем, Enter басам. Мынада да QR код жат, басқаша. И мына жерде HTTP и HTTPS деген бар. Мысалы, мен S-ті аламыз. Мынаны через QR кодты через телефон камерасын қосып жібересіз. Сосын сөйтіп сканер етесіз. Мынада да сол минусы, осындай кнопканы басу керек. Enter сайт деген қызыл кнопканы басу керек. Атау жаңағы сайтты көрсетпейді. Содан кейін көрініп бастайды.